Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін Midjourney жұмысын қорғайтын боламын. Және Midjourney тақырыбы ол қазақ мемлекетінің дәстүрлері жайлы эссе. Дәстүр әрбір ұлттың ежелден бері келе жатқан құндылықтар мен әдет-ғұрыптардың жиынтығы. Қазақ халқының дәстүрін және оған қоса тарихын қарастырсақ, сонау сақ замандағы көшпенділерден бастап, қазіргі егеменді Қазақстан арасында сан ғасырлар бойы үзілмеген байланысты көре аламыз. Яғни бұл эссенің негізгі мақсаты ол тек қана дәстүрлерді атап көрсету емес, ол біздің дәстүрлердің қалай қалыптасып келгеніне, яғни негізі соған назар аударту. Себебі кеңес үкіметі заманда және де одан кейінгі кездерде де жат ойлар пайда болады, түрлі ой пікірлер пайда болады. Яғни қазақтарда мемлекеттік тек қана кеңес үкіметінде пайда болды деген сияқты. Немесе оған дейін қазақтар тек қана өз астында көш қонып жүрген көшпенділер секілді, яғни босқындар секілді көптеген жат ой пікірлер пайда болған, яғни бізде дәстүр болмаған жайлы. Және де осы эсседе сақ заманнан бері келе жатқан дәстүрлерді және тарихи құбылыстарды ескере отырып, біз осы, яғни қазақ мемлекеттілігі, оның дәстүрлері пайда болғаны бір күндік құбылыс емес екенін байқай аламыз. Яғни 100 жылдықта емес, ол 1000 жылдан астам бойы келе жатқан осы үлкен мәдени үдеріс. Қазақ хандығы 15 ғасырдың ортасында құрылса да, мәдениетіміздің қалыптасуы біздің заманымыздан бұрын бірінші мыңжылдықта өмір сүрген сақтармен басталады. Шынымен де сақ мемлекеті бірегей мәдениеттілігі бүкіл дешті қыпшақ даласын таратылып, одан кейінгі мемлекеттердің рухани материалдық құндылықтарын қалыптастырды. Сақтар аттың басында ойнаған мықты шабандоздар, әрі әскери мектебі мықты жауынгерлер болған. Наным сенімдеріне келсек, тәңірге, яғни күнге, жерге, отқа табынған. Материалдық құндылықтарына тоқтасақ, бүкіл әлемге қазына болған аң стилі артынан біздің ою-өрнектерімізге айналды. Яғни шынымен де сақ замандағы мемлекет ол сол кезде бірнеше тайпалардан құрылған болатын. Және де олар өздері қалдырып кеткен мәдениеті артынан пайда болған мемлекеттердің барлықтарына белгілі бір негіз сияқты болып қаланды. Яғни осы сақ заманнан біз әлі күнге шейін емес, одан кейінгі мемлекеттерде көшпелі мал шаруашылығын ұстанған болатын, және де әскери мектептері мықты мемлекеттер құрған болатын. Жалпы мемлекеттердің өздерінің моделі былайша айтқан кезде әскери демократиялық болған, және де саяси жағынан да өзімен көршілес елдермен өте белсенді түрде қарым-қатынас ұстанған болатын. Өздерінің қалдырып кеткен қолданбалы мәдениеті де, қолөнерлері де, зергерлік мәдениеті де, ұсталықтары, барлықтары артынан пайда болған мемлекеттерге беріліп отырды. Және де артынан пайда болған ғұн, үйсін, қанлы тайпалары және түркі қағанаттары осы сақтардың заңды мұрагерлері болуына және дәстүр мен мәдениеті сақталып келгеніне бірнеше дәлел бар. Біріншісі, ол Қытай деректерінде ғұндар туралы біз ғұндарды 1000 жыл бойы танып келеміз десе, яғни бұл жерде ғұндарға дейін өмір сүрген сақтар және де ғұндардың арасындағы байланыс көрсетіп келеді. Түрк қағанаты жайында ол ғұндардың мұрагерлері деп айтылады. Яғни бәрі заңды түрде бір-бірінің мұрагерлері болып табылады. Сонымен қатар Орхон Енисей бойында табылған күлтеген жазуы үстіде көк тәңірі, астыда қоңыр жер деп басталғанда, сақ дәстүрлері түркі тайпалар заманда жалғасын тапқанына қалайша күдіктенеміз. Яғни тіпті Қытай деректерінің өздерінде де олар сақ мемлекеті мен оғыл мемлекетінің арасында көптеген ұқсастықтар байқаған, олардың дәстүрлері бір. Жалғыз айта кететін жайт ол мүмкін тіл, себебі сақтар олар иран тілдес тайпалар болса, артынан ғұндар заманында біз түркі тілдес тайпалардың одақтары пайда бола бастады. Және де түрік қағанатының өзі де ғұндардың былайша айтқан кезде тарихи мұрагерлері болып табылады. Барлықтарында мәдениеті бірдей болды, шаруашылығы бірдей болды, тіпті наным сенімдері де бірдей болды. Ол көк тәңірге, отқа, жер, суға табыну болған.
яғни осы түрік қағанаты туралы айтатын болсақ, 6 ғасырда, яғни 552 жылы түркі тайпалары жужандарды талқындап, түрік қағанатын құрған болатын. Осылай түрік қағанаттардың дәуіріне бастау болды. 600 жылға дейін түрік қағанаты дамып, батыс және шығыс қағанаттарына бөлініп кетеді. Өз дәуірінде бұл қағанат Босфор, Қырым, солтүстік Кавказға дейін өз территориясын ұлғайтып, үстемдігін орнатқан болатын. Артынан пайда болған мемлекеттер мықты тайпалардың есебінен бөлініп, пайда болып отырған. Мысалы, батыс түрік қағанатынан түргештер бөлініп, өз мемлекетін құрған, шығыс түрік қағанатын ұйғыр мен қарлық тайпалары талқандап, өз мемлекеттерін құрайды. Қарақтай мемлекеті наймандар есебінен құлайды. Қимақтардың үстем Қыпшақ тайпасы бөлінеді. Және яғни көріп отырғаныңыздан қаншама мемлекеттер болса да, олардың яғни өздері тәуелсіз мемлекеттер болды. Бірақ негізінен осы бүкіл дешті Қыпшақ жерінде ол бір мәдени жағынан бірегей тайпалардың құрамдастықтары болды. Және де осы яғни тарих жүзінде уақыт өте келе кейбір тайпалар мықты болып өз мемлекетін құрайды, немесе оларды керісінше басқа мықты тайпалар талқандайды. Бірақ оларды бір басқа этникалық этнос ретінде біз қабылдай алмаймыз. Керісінше олардың бәрі бір мәдениет ұстанған, бір тілде сөйлеген, рухани мәдениеттері бірдей болған, наным-сенімдері бірдей болған, және де олар өз жалғасын тауып келе жатқан. Тек қана өздер мемлекет құру барысында көптеген тарихи құбылыстар, жағдайлар болған, және де өздерімен шекаралас елдермен көптеген қарым-қатынастарға түскен. Және де осы жерге түсінде кететін үш мәселе, ол осы мемлекеттердің әскери мектебі, басқару аппараттары мықты болған. Яғни бұл тек қана бір тайпалық құрылымдар емес, кәдімгідей мемлекеттер болған. Олардың өздерінің сот жүйелері болған, заң жүйелері болған. Және де осы жақтан олар толыққанды мемлекет екендігіне бізде ешқандай күдік болмау керек. Негізінен тайпалардың бәрі бір тілде сөйлеген, және де олардың ортақ мәдениеті болды. Және де осы мәдениет негізінен дешті Қыпшақ жерлеріне таралған, яғни Еділ және Алтай арасында. Және де жалпы осы мемлекеттердің территорияларын қарастырсақ, бәрі де осы қазір Қазақстан жерінде, Еділ, Алтай жерлерінде бірегей таралған. Аталған мемлекеттерінде дәстүрлі көшпелі шаруашылығы мен суармалы егіншілік дамыған. Оңтүстік аймақтарында шу бойында қала мәдениеті дамып, сауда орталықтарында үстем болған. Яғни жалпы негізгі шаруашылық көшпелі шаруашылық болса да, қала мәдениеті дамып келген. Яғни көптеген мемлекеттер соларға үстем болғысы келді, себебі олар сол кездегі негізгі сауда орталықтары болған. Тіпті сол кезде өздерінің тиын сарайлары болған, өздерінің валютасы болған, және ішкі сыртқы саудаға бөлек тиындар шығарған болатын. Әрине түрік, батыс түрік, шығыс түрік, түргеш, қарлық, қимақ, оғыз, қарахан, қарақытай, Қыпшақ секілді мемлекеттердің тарихына шексіз тоқтала берсек болады. Алайда ең негізгі оқиғаларды ғана айтып кеткеніміз жөн. Ол түргеш қағанаты кезеңінен бастап жетісу жеріне арабтардың ислам дініне келуі және Шыңғысхан шапқыншылығы. Ең қызығы, осы екі оқиғадан кейін көшпенділер өз болмысынан айырылып қалған жоқ. Керісінше ислам діні дала түсініктеріне бейімделіп, моңғол тайпалары ассимиляцияға ұшырады. Осылайша дәстүрлер үзілмей өз жалғасын тапты. Яғни біздің бәріміздің білуімше, Қожа Ахмет Яссауи ол сопылықтың былайша айтқан кезде негізін құрған, және де сол кезде ислам дәуірі бастау алса да, ол осы ислам түсініктері жергілікті халықтың түсініктеріне бейімдеп, яғни біз толыққанды арабтардың мәдениетін өзімізге тартып алған жоқпыз. Тек қана осы діндердің негізгі былайша айтқан кезде постулаттарын өзімізге бейімдеп алдық. Және моңғол шапқыншылығы жайлы да біз одан кейін жерімізде жошы, шағатай және де басқалардың ұлыстары құрылған жайлы білеміз. Бірақ олардың мәдениеті бізге аса қатты сіңген жоқ. Бір мүмкін мемлекет басқару бір мәдениеттер қалды, яғни Қазақ хандығында да негізгі билік атадан балаға
таралып отырды, және де билікке үстем болған ол осы жошы ханның ұрпақтары, Шыңғыс хан ұрпақтары төре руы болып табылды. Яғни ол тек қана осы мемлекеттің басқару жағынан бір құрылымына және де сондай бір аспектілеріне әсер тигізсе де, біз былайша айтқан кезде тоқтамай қол болып кетпедік. Керісінше олардың халықтары бізге келіп, біздің жергілікті халықпен ассимиляцияға ұшырап, түркітілдес болып кеткен жайт. 15 ғасырда қазіргі Қазақстанның батысында Ноғай ордасы, Жетісу аумағында Моғол хандығы, сыр бойы орталық Қазақстанда Әбілқайыр хандығы алып жатты. Әбілқайыр хандығында жағдай, яғни үздіксіз соғыстар, саяси тұрақсыздық және жошы мұрагерлеріне деген қысым Керей мен Жәнібекті Шу бойындағы ордабасына көшіп, билік мемлекет құруға мәжбүр етті. Осы кезде қазақ хандығының алғашқы хандардың алдында келесі тарихи міндеттер тұрды. Ежелден бері келе жатқан көші қонды қалпына келтіру, қазақтардың дәстүрлі этникалық территориясын біріктіру. Сөзсіз қазақ хандығы жошы әулеті құрған Алтын Орда заңды мұрагері болды. Яғни бұл жерде назар аударатын жайт, ол ежелден бері келе жатқан көші қонды қалпына келтіру, яғни ол Дешті Қыпшақ заманда қалыптасып, яғни толықтай қалыптасқан, бірақ артынан моңғол шапқыншылығынан кейін, содан кейін осы Әбілқайыр хандығының үстемдігінен кейін ол бұзылып кеткен болатын. Және де, яғни жошы әулеттің өзінің заңды түрде қалыптасып келе жатқан билігін қалпына келтіру. Себебі, мысалы, жошының басқа сұлтандарына сол кезде үлкен қысым көрсетіліп келген болатын. Және де әрине қазақ хандығы ол Алтын Орданың заңды мұрагері екені сөзсіз. Қазақ мемлекетінің дәстүрлеріне қысқаша талдау жасасақ, бәрі бір күнде пайда бола қоймаған. Қазақ дәстүрлері жүздеген жылдар бойы ұлы далада өмір сүрген көшпелілердің қазынасы. Өміріміздің әрбір тұсында табиғатпен үйлесімділігі мен құрмет байқалады. Батыс ғалымдары көшпенділікті мәдениеттің жоқтығына деп кемітіп отырса, маусымдық көші-қон шын мәнінде жайдан жай дала кезу емес, туған жеріңді қоршаған ортаңды жетік біліп, табиғаттың қыр-сырын тану, өз бетінше күрделі жүйе. Яғни шынымен де тіпті кеңес үкімет кезінде де оған дейін де көптеген ой-пікірлер туындаған, яғни көшпенділер ол тек қана бос кезіп жүрген босқындар секілді бұл қалыптасқан. Бірақ негізінде осы көші-қонның өзінің белгілі бір жүйесі болды. Ол жайдан жай пайда болған нәрсе де емес. Және осы көші-қонды қалыптастыру үшін көптеген заттық мәдениет, ауыз әдебиет бәрі қалыптасқан болатын. Яғни бәрі осы көшпенділі мәдениеттің аумағында дамып отты деген сөз. Бірақ біздің білуімше, яғни біз қазақ хандығының тарихына аса көп тоқтамаймыз, яғни қазақ хандығы өз бетінше толыққанды мемлекет болды. Олар, яғни Керей Жәнібек кезінде өзінің этникалық территориясын біріктіріп, қалпына келтірді. Яғни бұл жерде біз этникалық территорияны біріктіру дегеніміз, ол яғни осы қазақ атты тайпаларын, қазақша сөйлейтін мәдениеті бірдей тайпаларды бір ортақ жерге біріктіру, және де соның нәтижесінде мемлекет құру. Сонымен бірге бізде сот жүйесі болды, билер жүйесі болды. Сонымен қатар бізде өзінің заң жүйелері болды. Мысалы, Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы, жеті жарғы секілді, яғни заң жүйелері болған. Оған біз өте көп тоқталып кетпейміз. Және де білуімше ол халқымыз үшін ауыр кезең 1731 жылы басталған еді. Осы жылы Әбілқайыр хан Ресеймен протекториат орнатқысы келді, бірақ нәтижесінде еліміз 2 жылдан астам уақытта бодан болды. Бұл кезінде империя жеріміздің иемденіп, тілімізден, тарихымыздан айырып, орыстандыру саясатын жүргізді. Осы заманда еліміздің бетке ұстар зиялы азаматтары Алаш автономиясы мен Қазақ ССР құру идеясын ұсынды. Алаш автономиясы
трансқұрлықтық Қазақ Республикасы болған. Оның аумағы көбісі Орта Азияда орналасқан. Өз бастауын 1917 жылы Алаш партиясының құрылуымен алады. Өкінішке орай 1920 жылы кеңес үкіметінің тыйымымен таратылады. Автономияның мақсаты Ресейден тәуелсіздік алып, ұлтшыл демократиялық мемлекетін құру. Ал автономияның тарихи маңызы ол қазақ рухы жанданып, зиялылардың жетекшілігін жойылып кетпеуі. Яғни, жалпы біз білуімше, Әбілқайыр хан сол кезде протекториатты сұрауға мәжбүр болды. Себебі қазақ хандығының жағдайы өте ауыр болды. Және де негізі протекториаттың былайша айтқан кезде талаптары ол Ресей империясы бізді қорғауға алу, керек кездерде бізге көмектесіп отыру. Ал біз оларға салық төлеп, яғни қызмет етуіміз болса, олар іс жүзінде ол протекториатты жүзеге аспады. Яғни керісінше біздің жерлерімізді иемденіп, отарлау басталды. Бірақ яғни біздің жерлерімізге шабуылдаған жоңғар мемлекеті, жоңғар хандығы, олар керісінше екі жүзді саясат жүргізіп, оларға яғни көмектесіп отырды. Себебі олардың негізгі мақсаты ол бізбен бірге бір дипломатиялық түрде келісімге келу емес, біздің жерлерімізді отарлап алу және қазақ хандығы арқылы бүкіл Орта Азияға қол ашу секілді өздерінің бір сондай мақсаттар болған. Және де осы кезде айта кететін жайт, олар отарлау үшін көптеген яғни кезең-кезеңдермен белгілі бір техникалар қолданды деп айтса болады, немесе саяси бір стратегия. Мысалы, ең біріншісінде ол осы іс жүзінде протекториат орнату, одан кейін реформалар орнату, біздің хандық жүйеміз яғни жоққа шығарылды, сұлтандар тек қана бір ең төменгі позицияларда жұмыс істеді, бекіністер салынуы, яғни Неплюевтің бөліп алда билей бер секілді стратегиясы қолданды. Және де ең былайша айтқан кезде жан түршігерлігі ол орыстандыру саясаты. Яғни қазақтардың арасында біріншіден көптеген тәуелсіздікке ие болған орыс шаруалары орнатыла бастады. Және де олар яғни патшаны қолдаған, және де жергілікті халықтың орысша сөйлеуіне әсер еткен. Және де одан кейін пайда болған мектептер, мекемелер, діни мекемелер, олардың бәрі орыстандыру саясына ұшыраған болатын. Бірақ әрине біздің қазақ зиялыларымыз, бетке ұстар азаматтарымыз жайдан жай өтпеді. Көптеген осы күрестер болды. Мысалы, Пугачев қозғалысына біздің қазақтар атсалысқан болатын. Сапура Мәтен қызы қозғалысы, Сырым Датыл көтерілісі, және де одан кейінгі тағы көптеген көтерілістер жүзеге асқан болатын. Бірақ біздің қайтадан осы бір тәуелсіз мемлекеттің құру алғы шарттары ол 1917 жылы болды. Яғни ол кезде білуімізше бірінші дүниежүзілік соғыс жүріп жатты, және де Ресей империясының өзіндегі жағдай тұрақсыз болды. Ол кезде хандық билік құрап, 1917 жылы ақпан көтерілісінің нәтижесінде яғни бір уақытша үкімет орын алған болатын. Яғни ол кезде өздерінің патшалары құлаған болатын. Өздерінің ішінде яғни азаматтық соғыс басталып кетеді, ол қызылдар мен ақтар арасында. Біреулер осы социализм бағытын ұстанса, екіншілер осы патша үкіметін қайта қалпына келтіруге яғни соған жүгінген болатын. Осындай жағдайда бізде яғни алаш азаматтары бостан босқа өтпей, өздері бір мемлекетті құруға, алаш ордасын құруға белгілі бір қадамдар жасай бастады. Яғни заңды қадамдар жасай бастады. Және осы жерде тоқталып кететін жайт, ол алаш зиялыларының қойған талаптары. Ол таратылған мемлекетті қалпына келтіру, ұлттық автономияны құру, тұтқындалған қайраткерлерді босату. Алайда кеңес үкіметі басшылары басында ұлттардың өзін басқару қаулысына сай деген тұжырымда болса, яғни сол кезде ұлттардың өзін өзі басқару деген қаулысы шыққан болатын.
артынан қазақ мемлекеттілігін мойындамайтыны мәлім болды. Яғни осындай талаптарды көре бастаған кезде олар рұқсатын бермеді. Сөйтіп өкінішке орай 1720 жылы осы Алашорда таратылып кетеді. Және екіншісі Қазақ КСР, ол 1925 жылы құрылды. Яғни оған дейін Қырғыз АКСР болып аталған. 1920 жылы құрылып 1936 жылға дейін өмір сүрді. Ол бастапқыда Қырғыз автономиясы деп аталып, Қазақ АКСР-ға өзгертілді. Ол зиялылардың елеулі еңбегінің арқасында қазақ тілі мен болмысы қанша қысым көрсе де сынбай, керісінше жанданып, болашақтағы тәуелсіз мемлекеттің негізіне айналды. Осы жерде айта кететін жайт, ол Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Әлімхан Ермековтің ерен еңбегі. Сол кезде небары 29 жастағы болған Әлімхан Ермеков қазақ шекара жайлы баяндама жасап шығарды. Баяндамада Астрахан, Орал, Торғай, Ақмола, Семей, Сырдария, Закаспий, Самарқан, Ферған облыстарының қамтитын жерлер, және жалпы көлемі 3.467.922 шаршы километр жерді беруін сұрады. Бұл жерлер тарихи түрде қазақтарға тиесілі болды. Яғни 81% халықты осыған дейін көптеген шаруаларды қоныстандырса да, көптеген қазақтар Ресейдің аумағында қалқаса да, бәрібір көпшілік қазақтар болған. Және де осы нәтижесінде 1922 жылы шекара ресми түрде бекітілген. Және Ермековтың өз пікірін айта кеткен үшін, ол шекара анықтау барысында өлкенің этникалық, экономикалық және мәдени ерекшеліктерін ескерту қажет. Осы уақытқа дейін көшпелі мал шаруашылығын басы кәсіп ретінде алсақ, осы облыстардың шекара тұтастығын көре аламыз. Яғни Ермеков өзінің баяндамасындағы негізгі аргументі ол біздің қазақ мәдениетіміз болған. Яғни қанша оны жоққа шығарғысы келсе де, осыған дейін сан жылдар бойы біз заңды түрде яғни өзіміз жерлерімізде көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан болатынбыз. Яғни ресейліктер үшін ол бір босқындардың даланы кезіп жүрген секілді бір тұжырым болса, және де көп жерлер бос қалып, оларды шаруаларға бергісі келсе, шын мәнінде ол көшпелі мал шаруашылығының осы дәстүрлі жағынан осындай жақтан қарастырсақ, ол шын мәнінде яғни біздің дәстүрлі және де тарихи өзіміздің заңды жерлеріміз, ата-бабамыздан қалған жерлеріміз екеніне яғни әсер етеді. Және соның нәтижесінде біздің қазіргі мысалы Қазақстанның кейбір облыстары тіпті Ресейге өтіп кетсе де, мысалы Омбы, Орынбор және де тағы да басқа қалалар, олар негізі қазақтардың өзінің тарихи қалалары болса да, қазір біздің яғни ауданымыз әлем бойынша 9-шы орында. Және осы азаматтардың ерен еңбегі, және олардың негізгі фактілері, ол қазақтың мәдениеті болған. Яғни осындай дәлелі болмағанда біздің мысалы қазіргі шекарамыз болмас еді. Және де негізі назар аударсақ, ол қазіргі егеменді Қазақстанның былайша айтқан кезде алғышарты болды. Енді міне біздің тәуелсіз мемлекет болғанымызға 35 жыл таяп қалды. Дәстүрлі қазақ хандығындағы өмір салтына оралмасақ та, сол ғасырлардың екпіні қазіргі таңдағы өмірімізде көрініс алуда. Біздің дәстүрлеріміз ол біздің қазынамыз. Назарларыңызға рахмет.